тілінде өзіміздің ойымызды айтқымыз келсе, немесе біреудің ойы бойынша, менің ойымша, сенің ойыңша, менің ойым бойынша, пікірім бойынша деген секілді сөйлемдер құрғымыз келсе, онда göre септеулік шылауын пайдалануға болады. Негізі görенің мағынасы сәйкес, сай, лайық, бойынша, немесе қарағанда, салыстырғанда, ойынша, пікірінше деген мағынасы бар. Бұл өзі барыс септіктің göre септеулік шылауы. Бұл барыс септіктің жалғауын қажет етеді. Барыс септікте бізде қандай бар еді? А және бартұғын бар еді. Дауыссыз дыбыстардан кейін жалғайтын едік. Ал дауысты дыбыспен бітетін болса, онда бірінші осылайша я немесе тұлғасына енетін еді, есімізде болса. Енді бұны қалай пайдаланамыз? Ben, мен, sen, o, biz, siz, onlar. Ал егер бұны барыс септікте қолданар болсақ, барыс септікте қалай айтамыз? Bana, маған, sana, ona, bize, bizge, size ve onlara. Барыс септікте. Олай болса, менің ойымша, менің пікірім бойынша, bana göre, sana göre, ona göre, bize göre, size göre, onlara göre деп те айта аламыз. Мына жердегі ол деген кезде қандай да біреудің атын айтсақ та болады. Мысалға, göre немесе адам орнына жұмсалатын қандай да бір сөз. Öğretmen'e göre, мұғалімнің айтуынша, мұғалімнің пікірінше деп, немесе олар дейік, балалар. Çocuklara göre, балалардың айтуынша, дәрігерлердің айтуынша, пікірінше, doktorlara göre. Біз бұл жерде göre септеулік шылауының көмегімен айттық бұны, бірақ бұны біз ja, je, cha, che, ja, je жалғауларының көмегімен де айтуымызға болады. Ja, je мен біз таныспыз. Қай кезде таныс болдық? Түркче, казакча деп тілді ше айтқан кезде. Арабча, русча. Ал бұл жерде меніңше, сеніңше деп айтамыз қазір. Bence, меніңше, sence, сенің ойыңша, сенше, onca, оның ойынша, біздің ойымызша, бізше, bizce, сіздің ойыңызша, сіздің ойыңызша, sizce, олардың ойынша, onlar, ja деп те қолдануға болады. Bana göre мен бенженің арасында қандай да бір айырмашылық жоқ. Bana göre деп те айтсақ болады, bence десек те болады. Ona göre деп айтсақ та болады, onca десек те болады. Bize göre десек те болады, bizce. Size göre desek de болады, sizce. Onlara göre desek de болады, onlarca. Тек мына үшінші шақта onca және onlarca деген кезде көңіл аударарлық жағдай бар. Onca дейтін болсақ,
sonça, sonşalık, sonşa, sonşalık, sonşama degan ma'nolarda da bildiradi bu onca degan söz. Onlarca degan söz bo'lsa, o'ndagan degan ma'noni da bildiradi. So'ndықтан әрине oncha deb de aytuga bo'ladi, uni o'yincha degan. Biroq kichkina shatasib qolushi mumkin. So'ndықтан ona göre, onlara göre degan göreli variantlar ko'proq qo'llanuga bo'ladi deb ayta olamiz. Qolganlarida bence, sence, bana göre, sana göre, bize göre bizce, size göre sizce. Bunda hech qanday ayirmachilik yo'q. Kitaptagi jattiğuga qarab jibireyik. Sizce hangi bilgisayar en eski bilgisayardır? Sizce dedi. Sizin oyuncha qaysi kompüter eng ko'ne kompüter? Bence dedi. Soldan birinci kompüter en eski kompüter. Sizce hangisi en yeni bilgisayardır? Sizin oyuncha sizce qaysi eng жаңа kompüter? Bana göre sağdan birinci, oң жақтан birinci kompüter en yeni bilgisayardır, en жаңа kompüter dedi. Yani mына жерде sizce dedi, оның орнына қалай айтуына болады? Size göre деп те айтуына болар еді. Bence dedi, bana göre деп те айтуына болар еді. Бірдей. Sizce, size göre тағы да. Қалай жауап берді? Bana göre деп жауап берді. Bence деп те айтуына болады еді, ya. Bence sağdan birinci bilgisayar en yeni bilgisayar diyebilirdi. Sizce soldan kaçıncı bilgisayar en güçlü bilgisayardır? Soldan. Soldan нешінші компьютер ең мықты компьютер? 1, 2, 3, меніңше 4-ші. Olay болса, bence soldan 4. bilgisayar en güçlü bilgisayardır. Немесе bana göre деп айталам. Sizce hangi bilgisayar diğerlerinden daha pahalıdır? Oyuncha, sizce qaysi kompüter басқаларынан, өзгелерінен қымбатырақ? Мына жерде салыстырма. Sizce, bence немесе bana göre мысалға жаңа не дедік? Солдан 4-ші, sağdan diyelim, оң жақтан. Birinci, diğerlerinden daha pahalıdır. Hangi bilgisayar sizin olsun, niçin? Qay kompüter sizdiki bolsun, ne үшін? Әрине, бұл сөйлету үшін берілген тапсырма. Ya, бұл жерде biz bence, sizce, bana göre, size göre dedik.